Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үгітіліп тұратын осындай әдемі хворстың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Жасалуы өте оңай, құрбыларыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Көріп отырғандарыңыздай құрамы 4 ағзаттан тұрады. Бөлек ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарамыз, венчикпен араластырып аламыз. Жарты қасық тұзымызды саламыз. Қасықтың ұшымен аздап ас содасын саламыз. Араластырып аламыз. Ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Міне қамырымызды илеп алдық. Бетін жауып, жарты сағатқа қоя тұрамыз. Жарты сағат тынған қамырымызды алып, екіге бөліп аламыз. Ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Үйрек кескіштің көмегімен осылай кесіп шықтым. Үйрек кескіш міндетті емес, жай пышақпен де кесіп алсаңыздар болады. Көріп отырғандарыңыздай вилкаға осылай енді орап аламыз. Қызып тұрған майға дәл видеода көріп отырғандарыңыздай екі жағын қызартып пісіріп аласыздар. Міне хворостымыз дайын болды. Бетіне сахарный пудра себуді ұмытпаймыз. Ас болсын. Ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Осылай күтірлеп әдемі болып піседі, жасап көріңіздер.